Сәлем баршаңызға. Өте нәзік балды торт, яғни медовый тортын жасайтын боламыз. Үй жағдайында үйдегі бар заттармен ешқандай да творожный сыр, сливкисіз, тек қана қаймақ пен сгущенка жеткілікті. Егер 2 ас қасық медіңіз болса. 2 ас қасық медімізді алып саламыз ыдысымызға, яғни 180-130 грамм болу қажет. Үстіне 2 дана жұмыртқамызды қосып, және 200 грамм қантымызды қосып, бірге жай отта араластырып тұрамыз. Араластырып тұрыңыздар, жұмыртқамыз пісіп кетпеу қажет, мед пен қантымыз ерісе жеткілікті. Сосын үстіне 100 грамм сары майымызды қосып, оны да ертіп аламыз. Еріген соң оны оттан алып, бір ас қасық ас содасын қосып, кішкене араластырып жіберіп, 380 грамм ұнымызды електен өткізілген қосып, қамырымызды дайындаймыз. Егер сіздер менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Дайын болған қамырымызды целлофанға салып, холодильнигімізге қойып қоямыз. Ал осы уақытта салмасын дайындай бастаймыз. Бұл жерде мен 20% қаймақты қолдандым, 400 грамм және 300 грамм сгущенка қостым. Тәттілігіне байланысты болды. Салмасынан басқа ештеңе қажет емес. Қант қоспаңыздар, себебі сгущенканың өзі тәтті. Осыны араластырып дайындап, бұны да холодильникке салып қоямыз. Сосын жаңағы дайын болған қамырымызды өлшеп аламыз да, бірдей етіп 6 немесе 7 бөлікке бөліп аламыз. Өлшеп алсаңыздар болады, көз мөлшерімен өлшесеңіздер де болады. Енді бұл жерде таразым пайдаландым, алтауы бірдей болды. Біреуін алып қалдым да, қалғанын холодильнигіме қайтып салып қойдым. Оқтаудың көмегімен жайып шықтым пергаментный қағазымның үстіне. Сосын мен бұл жерде 26 диаметр қолдандым, оны арнайы кольцомен кесіп алдым да, артықтарын бір шетіне қойып қойдым. Піскен соң артықтарын кесіп алдым да, бір целлофанға жинап қойдым. 180 градуста 3-5 минутта пісіп шықты барлығы. Сосын барлығын бірге жинай бастадым. Жаңағы дайындап қойған салмамды 2 ас қасықтан құйып, бәріне айналдырып шықтым. Сосын жаңағы артық қалғандардың барлығын оқтаудың көмегімен езіп, үстін сәндей бастадым. Осылай мінекей дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.